Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте нәзік, дәмі ауызда еритін, керемет, жедел қосылған пирог дайындаймыз. Жұмсақ сары майға шекер, жұмыртқа және шым-шым тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнды електен өткіземіз, сосын үстіне қопсықыш саламыз. Барлығын араластырып, жұмсақ қамыр елейміз. Дайын қамырды пакетке салып, холодильникке 30 минутқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң қамырымызды алып, оның көмегімен жаямыз. Қамырымызды орташа етіп жайып болған соң, формаға жайғастырамыз. Енді үстіне пергамент қағазын қойып, формасын сақтау үшін кез келген дән сеуіп, қызып тұрған духовкада 10-15 минут орташа пісіріп аламыз. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін қаймаққа 2 жұмыртқа, шекер және крахмалды қосып араластырамыз. Он 15 минуттан соң духовкадан толық пісірмей пирогымызды шығарамыз, үстіне салмасын саламыз. Үстіне мұздатылған жидектерімізді саламыз. Бетіне артылған қамырымыздан кесе жасаймыз. Қайтып духовкаға 15-20 минутқа қоямыз. Пирогымыз көтеріліп шығады, суыған соң басылады. Міне пирогымыз дайын, бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Нәзік, жұмсақ, дәмі ауызда ериді. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.